Сәлем достар, баршаларыңызға. Бүгін сіздерге өздеріңіздің аттарыңызда, ипларыңызда қарыз бар жоғын тексеруді көрсететін боламын. Бұл видео сіздерге пайдалы болады деп ойлаймын. Менің арнама тіркеліп лайк басып, комментарий жазып қолдай кетіңіздер. Алда сіздермен көптеген пайдалы видеолар бөлісетін боламын. Мен қазір ноутбукпен тексеріп көретін боламын, және де сіздер өздеріңіздің телефондарыңыз арқылы да дәл осылай кіріп тексерсеңіздер болады. Ең алдымен сіздер Яндекстеріңізге, Google'дарыңызға кіріп аласыздар. Осы жерге сведение обсутствия наличия налоговой задолженности деген таңдап аласыздар. Әрі қарай төменге түсесіздер. Бұл жерде портал КГДКов.kz деген бөлімге кіресіздер, сайтқа. Және ин деген жерге өзіңіздің атыңызда қарыз тексересіз бе, басқа адамдардың қарызын тексересіз бе, соның өздерінің индерін жазасыздар. Яғни робот деген жерге галочка қоясыздар. Сіздерге осылай шығады, белгілеп аласыздар. Әрі қарай барлығын жасап болған соң подтвердить деген таңдайсыздар. И искать деген таңдаңыздар. Міне сіздерге төменге қарай түскенде осылай өздеріңіздің қарыздарыңыз шығатын болады. Бұл жерде печатная форма дегенді таңдасаңыздар, өздеріңізге файл түрінде алсаңыздар да болады. Осылай өздеріңіздің қарыздарыңыздың бар жоғын тексеріп отырыңыздар. Ары қарай бұны қалай файл түрінде сақтап аламын десеңіздер, астында печать деген тұрады. Сол жерге басып өздеріңізге ыңғайлы түрінде, PDF форматында, Excel түрінде таңдап алып, өздеріңізге осылай шығарып алсаңыздар болады файл түрінде.